Әкем айтатын әңгімесі ғой. Біреу алдыңа келсе, шаман келсе шеш. Біріншіден Құдайыңа шүкіршілік айт. Сол саған қарыз сұрап келіп тұрма, жұмыс сұрап келіп тұрма, бір көмегіңе, жәрдемге мұқтаж келіп тұрма, яғни сенің қолыңнан келеді деп ойлап келіп тұр екен. Құдай саған сондай мүмкіндік ықпал берген екен. Ендеше Құдайдың ризашылығы үшін алдыға келген адамды ешқашан бетін қайтарма. Жасаған жақсылығыңды бұлдама. Біреуге жақсылық жасадың ба, ол міндетті түрде саған ұрады. Саған келмесе, балаңа келеді, немерең келеді, шөберең келеді. Жасаған нәрсең ешқашан бекер кетпейді. Сондай-ақ біреуді бір абай айтады, алдадым, қырдым деп шалықтап жатпай ма, қапысын тұрдым деп ұлығын бұлдап сатпай ма деген сияқты, ой аяғын аспаннан келтіріп кеттім, алдап түсірдім, үйттім деп шалықтама, шатпа. Біреуге жаманды жасама, жасайды екенсің, күте бер. Саған келмей ме, пәлесі балаңа келеді, немереңе, шөберең келеді. Әйтеуір жасаған жамандық бекер кетпейді. Осының бәрін меңгеріп тұрған ол күш бар. Оны Алла Тағала дейміз. Алла өзінің әділдігімен біреудің хақысын біреуге ешқашан жібермейді. Қолыңнан келсе жақсылық жаса, бекер кетпейді. Осы сендер үшін жақсы болып жүргендеріңіз. Әкемнің